NASA басшысы Джим Брайденстайн Twitter желісіндегі парақшасында ғарышта фильм түсірілетін растаған. Киноман жандардың асыға күтетін бұл жаңалығын кино тарихындағы ең алғашқы рет түсірілетін космостағы кадрлар екен естеріңізге сала кетейік. Иә, бұл жаңалықты естіген көрермен рас па деп таңғалып отырған болуы мүмкін. Оның рас өтірігін фильм жарыққа шыққанда бір білеміз. Жалпы өмірде жай құбылыстарға да кейде мынау шын ба деп таңырқайтынымыз рас. Солардың бірі әлем желідегі лайфхактар. Менде жұмысты жеңілдетеді-ау деген кейбір лайфхактарды өмірде жасап көрдім. Бірақ мен жасағандардың көбісі өтірік болып шығады. Мысалы, балауса шанышқының екі тісін майыстырып, телефон қоғышқа жасағым келген. Бірақ шанышқа ас үйде ғана пайдалануға арналған екенін білдім. Менде де ондай жағдай болған. Бүтін шалбарымды қазіргі трендке сай жыртып киіп көргенмін. Сөйтсем, ол жүрген сайын жыртыла береді екен. Әлеуметтік желідегі бәріне бірдей сене бермегенді. Лайфхактардың рас өтірігін анықтайтын әріптесімізге сөз кезегін береміз. Маржанға сенуге болады. Қайырлы таң көрермендер. Кейде асыққан кезде киім үтіктегенде бір жағын үтіктеп жатсақ, екінші жағы осылай мұжылып қалатын әдеті бар. Бірақ оның да алдын алуға болатын бір әдіс бар екен. Біз бүгін соны тексеріп көрмекпіз. Ол үшін бізге кәдімгі ас үйде қолданатын мынандай фольга көмектеседі екен. Яғни фольганы киімді үтіктеген кезде фольганы екінші жағына қойып қойса, киім мұжылмайды. Біз қазір соның рас өтірігін тексеріп көрмекпіз. Енді осының астыңғы жағына фольгамызды ашып, ақырын төсеп алайық. Қазір бірінші бетін үтіктеп алайық. Міне, бірінші жағын үтіктеп болдық. Енді екінші жағын үтіктеуіміз керек. Сол кезде астыңғы бағын үтіктеген жағымыз мұжылмау керек. Енді екінші жағын байқап көрейік. Міне көргендеріңіздей ешқандай нәтиже шыққан жоқ, фольганың көмегі болған жоқ. Екінші жағына сол күйі қайтадан қыртыс пайда болды. Бұдан лайфхактың тиімсіз екенін байқауға болады. Енді келесі лайфхагымыз бұл киімге тиіп қалған даққа арналады. Мысалы, кейде үйде осындай йодты тамызамыз деген кезде киімімізге де байқамай қолымыздағы йодты тигізіп алатын сәттер болады. Ал оған көмекке бізге кәдімгі дәріханада сатылатын натрий сульфаты көмектеседі екен. Натрий сульфатын алып, даққа тигізіп, ақырын сүртіп жіберсе, кетіп қалады екен. Біз қазір соның да рас өтірігін тексереміз. Дақ тұрған жерге ақырын тамызып, сүртуіміз керек, сонда мына дақ кетіп қалу керек. Вау, күшті! Міне қараңыздар, кәдімгідей кетіп жатыр. Яғни натрий сульфатының көмегі бар деген сөз. Кішкене тамыз жіберейік. Маған өте пайдалы лайфхак болды деуге болады. Міне көргендеріңіздей бағана қоп-қоңыр болған дақ дым болмағандай кетіп қалды. Бүгін тексерген лайфхактарымыздың ішінде біріншісі жүзеге аспағанмен, екіншісі пайдалы кәдемізге жарады. Ендеше осындай кішігірім дақтар киіміңізге жұғып қалған кезде сізге әрдайым натрий сульфаты көмектесетініне кәміл сенуіңізге болады.